бөлек былтыр білесіз, қандай алаяқтық жасап, 300 Балғынбектен 300 баспана деп былтыр ораза кезінде халықтың алдына шығып, ойбай, жаңағы мынау халқыма жаным ашиды, қазағымның үйсіз күйсіз жүргені жаныма батады. Сол үшін менің осындай бір аманат тревел қазіргі соны ана Көңілбай Шүкеновпен екеуі совместно жаңағы Балғынбектен баспана деген проект жүргізді, білесіз ғой. Қайта-қайта Инстаграмда жарнамалап, сөйтті дағыны 300 адамға 300 баспанадан бастаймыз, Алла жазса деді. Дұрыс па? Сонымен баспанасы да басқасы да жайында қалды. Оның бірі жаңа бізде сол Балғынбекке жертва болып алданған 300 мың теңгесін өзінің нәрестесінің жаңадан өмірге келген мынау ең кішкентай кенже қызының сүйінші ақшасын алып, Балғынбектің қалтасына топ еткізіп сала салды 300 мыңды. Жаңағы сөйтіп отырып, оны 7 ай күтті. 7 айдан кейін шырылдап болмағаннан кейін Ақсана чаттарға шығып, өзіңіз білесіз, көп балалы ана. Сол чаттарға шығып бізден көмек сұрады. Балғынбектен жаңағы уәде берген үйін жаңағыдай талап етіп барайықшы деп. Сонда біз оны көреміз деген Евразия бірінші арнаның көреміз бағдарламасында Балғынбекті сүйреп, жаңағы тақырыпты алып біз көреміз бағдарламасынан бірақ шықтық. Сонда алды да Балғынбек өңшең өзінің сауатсыз командасын жіберді да жаңағы кімдерді. Өзінің командасы, который ауылдасы, туылмаласы, сондайлар өңшең бір әулеттік мафиямен құрылған жаңағы несін жіберіп, біз еден кейін анау Көңілбай Шүкеновке де хабарластық, сол кезде білесіз, сол аманат қонға қатысы бар дегеннен кейін. Ол кісі баяғыда мен ойынан шығып кеткенмін деді. Ол енді сөздерінен білініп тұрды, что Балғынбекке ол ренжіп отырғанын. Сол кезінде есіңізде ма, қандай шум көтерілді? Көреміз бағдарламасында біз деген жаңағындай осы бағдарламаны көтерген кезде Балғынбек көптің алдына шығып өзінің бір уәжін айтып ақтала алмай отырды. Сол кезде 300 баспана деп елден ақша жинап алып, ол ақшаны 7-8 ай жаңағындай өзі жаңағы оборотқа айналдырды ма, пайдасын көрді ма, 7-8 айдан кейін шум көтерілгеннен кейін барып айқай шу көтеріліп, уже атағы әйгілі болғаннан кейін жаңағындай осындай алаяқтығы. Енді мен бұны алаяқ деп айта аламын. Өйткені 8 ай, 9 ай ақшасын қазір жартысын ала алмай жүргендер де бар екен. Сөйтіп біз зерттедік, барлығы. Сонымен Ақсананың ақшасын әйтеуір сол бағдарламаға шыққаннан кейін айқай-шудың арқасында Ақсананың ақшасын берді. Бірақ бір ауыз кешірім сұраған жоқ. Бір ауыз телевидениеға келіп ақталған жоқ. Сөйте отыра өзінің басында сондай былықтығы бар, алаяқтығы бар адам шығып, иман туралы әңгіме айтып, намазханға тіл тигізін деп жүрегі жарылып, елдің алдында Ринатты жаңағындай қаралау, Ринатқа күйе жағу, Ринатқа жаңа аузына келгенін айту, өзін иман жұтық көрсету, енді бұл шынында айтсам асып түсті. Басқа Балғынбекпен жаңағы Сабина бар ғой, жаңағы қазақ емес, орыс емес, дүбәра қатынның рөлін ойнап жүрген. Енді мен оны солай айтам, қатын етек, дүбәра қатын мінез деп. Енді қазақтың ерлері ешқашан көйлек киіп сайқымазақ болмаған. Ер азаматқа тән нәрсе. Ер азаматқа тән нәрсе емес. Ер азаматқа тән нәрсе емес ол. Ол Сабинаны біз только жаңағы Сабина ретінде, әйел ретінде ғана көріп танимыз. Мен мәселен оны ешқандай актер Қазақстанның бір тұлғасы ретінде мен көре алмаймын Адамбайды. Жаңағы Нұртас Адамбайды. Неге десеңіз, Нұртас Адамбай бір халыққа өткізіп қойған ештеңкесі жоқ. Жаңағы Сабина болып, атақ жинап, Сабина болып, өзі Сабина болып атақ жинаған ол ешкімге ренжудің қажеті жоқ. Ол өзі жаңағындай қатынның көйлегін киіп, халықтың арасына танылғаннан кейін оны ешкім еркек ретінде, мәселен мен оны еркек ретінде елестете алмаймын. Ол шығып, жаңағындай ол Ринатқа қарсы шықпай қойсасын. Ринат сияқты бірінші елдің алдына шығып, елдің бір шындығын айтып